Сәлем достар, А жаттығуларын орындайтын боламыз. 579 есепте шебер жұмысты 3 сағатта орындайды. Ол шәкіртінің осы жұмысқа жіберетін уақытының 2-ден 1-ін құрайды. Демек, бөлігі бойынша санды табу. 3 бөлінген 2-ден 1. 3 көбейтілген 2-ден 1-дің кері саны 1-ден 2 деп аламыз. 3 көбейтілген 1-ден 2 бізде 2-ні береді. Сонда 3-ті 2-ге көбейтсек 6 сағат болады. Шәкірті сонда 6 сағатта орындайды. Енді бізде сұрақтарды бірінші сұрақ, екінші сұрақ, үшінші сұрақ деп бөліп алайық. Сонда 3 сұраққа жауап беретін боламыз. Бірінші сұрақта олардың әр қайсысы 1 сағатта жұмыстың қандай бөлігін орындайды. Демек, бізде жұмыс өнімділігі берілмеген, сондықтан 1 деп аламыз. 3-тен 1. Шәкіртінікі сонда 1 бөлінген 6 болады. Бұл бөлігі 6-дан 1 бөлігі болады. Бізде енді екінші сұраққа 1 сағатта олар бірігіп жұмыстың қандай бөлігін орындайды. Демек, 3-тен 1 қосылған 6-дан 1 деп аламыз. 3 пен 6-ның ортақ бөлімге келтіреміз 6-ға. Алымына 2 қосылған 1 деп жазып аламыз. Алымдарын қоссақ 3 шығады. 3 пен 6 3 санына қысқартылады. Сонда бізде екеуі бірігіп 2-ден 1 бөлігін орындайды екен. Үшінші сұрақ, бізде олар барлық жұмысты бірігіп қанша уақытта орындайды. Өнімділігі 1-ге тең деп алдық. Сонда 1 бөлінген 2-ден 1 деп аламыз. Көйтуге келтіргенде 2-ден 1-дікі 2 болады. Сонда екеуі бірігіп 2 сағатта жұмысты орындайды. 580 есепте сұрақ құрастырып есепті шығарыңдар. Бізде сұрақ 2 көлік бірігіп жұмысты қанша күнде орындайды деп алдық. Бізде ең бірінші сонда қанша бөлігін құрайтынын біз тауып аламыз. Бізде қуаттылығы 1 деп алдық, сонда 1 бөлінген 36 деп аламыз. Бізде сонда бірінші көліктікі 36-дан 1 бөлігі болады. Екіншісі бізде 1 бөлінген 45 деп аламыз. Сонда 45-тен 1 бөлігі болады. Біз енді екінші бірігіп екеуі қанша бөлігін құрайды. Соны тауып алу үшін білеміз, қосамыз, е? Сонда 36-дан 1 қосылған 45-тен 1 болады. 36 мен 45-тің ортақ бөлімі 180-ге келтіреміз. 36-ға 5-тен, 45-ке 4-тен береміз. Бөліміне 180-ді жазып алайық. Алымына 5 қосылған 4-ті жазып аламыз. Алымдарында 5-ке 4 қоссақ 9 болады. 189-ға бөлінеді. 20. Сонда екеуі бірігіп 20-дан 1 бөлігін орындайды. Үшінші бізде енді осы 2 көлік бірігіп жұмысты қанша күнде орындайтынын тауып аламыз. Қуаттылығы 1 сонда 1 бөлінген 20-дан 1 көбейтуге келтірсек 1-ден 20 болып түседі. 1 көбейтілген 1-ден 20-дан 20 саны түседі. Көбейткенде білесіңдер 20 өзі шығады. Сонда екеуі бірігіп 20 күнде орындап шығады екен. 581 есеп. Бір пункттен екінші пунктке дейінгі жолды жүк машинасы 9 сағатта, жеңіл машина 6 сағатта жүріп өтеді. Екеуін бірінші қандай бөлікті жүріп өткенін тауып алайық. 9-дан 1. 6-дан 1. Бізде ара қашықтық берілмеген, сондықтан 1 деп алдық.
Екеуі қосылса, сонда 9-дан 1 қосылған 6-дан 1. Қарама-қарсы болса, қосамыз. 18-ге келтірейік ортақ бөлімін. 9-ға 2-ден, 6-ға 3-ден береміз. Алымына 2 қосылған 3 деп аламыз. Алымдарын қоссақ 5 шығады. Сонда екеуі бірігіп 18-ден 5 бөлігін жүреді екен. Енді 1 бөлінген 18-ден 5 деп аламыз. Үшіншісінде 1 көбейтілген 18-ден 5-тің кері саны 5-тен 18. Көбейткенде 1-ге санның өзі шығады. 5-тен 18 бұрыс бөлшек аралас санға келтіреміз. Сонда 3 бүтін 5-тен 3 сағатты кездеседі. Жауабы сонда 3 бүтін 5-тен 3 сағаттан кейін кездесетін болады. 582-ші есеп: 2 автомат 3 минутта 567 құтыны жабады. Және бірінші автомат екінші қарағанда 9 құты артық жабады. 1 минутта әр автомат қанша құты жабады? Бірінші сұраққа жауап беретін болсақ, x қосылған 9 деп аламыз. Тең бізде бұлар 567 құтыны береді. 2 автоматты қоссақ, сонда 567-ні береді екен. X-тарды қосамыз, 2x тең 567 азайтылған 9 деп жазып аламыз. X тең азайтудан бізде 558 саны шығады. 2 бөлі болып келеді. 558-ді 2-ге бөлсек 279 шығады. Бірінші автоматтықын тауып алайық. Бізде бірінші автомат екінші автоматтан 9-ға артық, сондықтан 9-ды қосамыз, 288 құты болады. Екінші автомат бізде x-ға тең 279 құты болады. Бізде енді бұлар 1 минуттағын табу үшін 3 минутты бөліп шығамыз. 288-ді 3-ке бөлсек 96, 279-ды 3-ке бөлсек 93 болады. Сонда 1 минутта 96 құты, 93 құты жабады. Екінші сұрақта осындай өнімділікпен жұмыс атқара отырып, 2 автомат 3780 құтыны қанша минутта жабады? Біз бірінші 1 минутта екеуі қанша құты жабатынын табу үшін қосамыз. 96-ға 93-ті қоссақ 189 құты болады. Осыны апарып 3780-ге бөлеміз. 189-да. Бұл бөліндіден 20 саны шығады. Демек, бұл 2 автомат 20 минутта 3780 құтыны жабады екен. 583-ші есепте катер тынық сумен жүзе отырып, бір кемежайдың екінші кемежайға дейін 18 минут, қайық 36 минут уақыт жібереді. Қарама-қарсы жүрсе қанша минуттан кездеседі дейді. Енді бірінші катердің бөлігін тауып алайық. 1 бөлінген 18 деп аламыз. Сонда 18-ден 1. Екінші бізде қайықтықы 1 бөлінген 36 тең 36-дан 1 деп аламыз. Бізде жылдамдығы мен ара қашықтығы берілмеген, сондықтан 1 деп алдық. Енді екінші қарама-қарсы болса қосамыз. 18-ден 1 қосылған 36-дан 1 деп жазып аламыз. Бізде 36 18-ге бөлінеді, демек ортақ бөлімі 36-ға келтіреміз. Сонда алымына 2 қосылған 1 шығады. Бұл қосындыдан бізде 36-дан 3 бөлшегі шығады. 36 3-ке бөлінеді.
36-ны өлсек 12. Сонда екеуі 12-ден 1 бөлігін жүреді екен. Үшіншісі бізде 1 бөлінген 12-ден 1 деп аламыз. 1 көбейтілген 12-ден 1-дің кері саны 1-ден 12 тең 1 көбейтілген 1-ден 12 12 санын береді. Көбейткенде 12 шығады. Сонда екеуі қарама-қарсы жүрсе 12 минуттан кейін кездеседі екен. Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп қолдау көрсетсеңіздер деймін.